Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан да мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіздің хабарыңыз болмауы мүмкін. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Ендеше, ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқысқа мүлдем тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр елегенде кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егерде сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғынды да саусағыңызбен алып тазартылған бет терісінен жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтір секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттан ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап қорғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені 2-3 қабат етіп қабықты орап алған соң сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізі жырып, теріге зақым келтіріп алмасы үшін солай жасау керек. Содан соң бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе йогуртта жарайды. Бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып, араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды. Және уқалауды массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңызда 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі теріге ие болғаныңызды сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңіз де таң қаласыз. Жұмыртқа қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Канада және Америка құрама штаттары және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде
Жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтын дәлелденген. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады, зиянды холестерин деңгейі азаяды, зат алмасу процесі қалпына келіп, қалқанша без ауруларының алдын алуға болады. Гастрит жазылып, қан тазарады. Балалардағы рахит пен анемияның алдын алуға болады. Сонымен қоса, аллергияны емдеп, шаш пен тырнақты қатайтады. Беттегі безеуге шықпауға жол бермейді. Жүйке жүйенің қызметін жақсартады. Алайда, ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды, бірақ ағзаға аурудан айығуға көмектеседі. Мамандарының айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Жұмыртқадан ұнтақ әзірлеу тәсілі. Жұмыртқаның ішіндегісін тазартып, жұқа пленкасын алып тастау керек. Қабықты жуып 5 минуттай қайнатады. 5-6 сағат кептіріп, майдалау қажет. Ұнтақты қараңғы жерде және шыны ыдыста сақтаған дұрыс. Сондай-ақ піскен жұмыртқа қабығынан да ұнтақ дайындауға болады. Қолдану әдісі: 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады. Ал 14 жастан жоғары және ересектер күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдау керек. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.